Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Мен қазір Ақмола облысында орналасқан Совет үкіметінің кезіндегі ең қатыгез түрмелердің бірі Алжирде тұрмын. Менің жанымда тұрған тізім бұл Алжир лагерінде отырған өзінің орысша айтқанда матала срок сондай әйелдердің саны. Құрметті қазақ елі, 20 мыңға жуық әйел дәл осы Алжир лагерінде отырған екен. Бұл жерде алатын болса қазақтың атақты қазақтың кемеңгер адамдарының да әйелдері отырған. Ол Темірбек Жүргеновтың әйелі, Тұрар Рысқұловтың, Бейімбет Майлиннің, кейбір ақпараттар бойынша Сәкен Сейфуллиннің әйелі дәл осы жерде отырған делінеді. Құрметті қазақ елі, шынымен де өте ауыр, неше түрлі азаптау тәсілдері болған бұл жерде, көптеген қинау әдістері болған. Одан қалса, құрметті қазақ елі, бұл жерге кімдерді жапқан? Алжир деген жалпы Акмолинский лагерь жон изменников Родины дейді. Яғни күйеуі, жұбайы Совет өкіметіне, яғни Кремльге қарсы шықты деп жала жабылып атылған ер азаматтардың әйелдері дәл осы жерде отырған болатын. Одан қалса, құрметті қазақ елі, бұл жерге ол әйелдердің жайдан жай алып келмеген, алдау арқылы алып келген. Яғни қалай? Сенің күйеуіңмен кездесуге саған мүмкіндік, яғни күйеуіңмен свиданияға барасың деп әйелдерді алдап дәл осы жерге алып келген кезінде айтқан, сенің күйеуің ату жазасына кесіліп кетті. Ал сен соның подельник ретінде, соның әйелі ретінде сен оған көмектестің деген жаламен дәл осы жерге қамаған екен. Құрметті қазақ елі, өте ауыр жағдай, Алжир лагеріндеміз. Қазір бір ақпарат естідім. Бұл жерден қайтыс болған әйелдердің тізімін ешкім білмейді екен. Қайтыс болды, қайтты, жарайды, болды, көме салыңдар дейді. Ал көмгенде олар қалай көмген? Просто алғанда мына жерде бір птица фабрика бар екен, соның артына барып, братская могила қылып, бір орғазып, бәрін соның ішіне көме берген екен. Құрметті қазақ елі, өзіміздің тарихымызды біліп